Рухани сұлулық. Гаутама Будданың бір шәкірті туралы әдемі хикая бар. Ол өзі бір ерекше монах болған екен. Денсаулығы зор, сымбатты, ерекше әдепті. Ол да Гаутама сияқты патшалар әулетінен шыққан, патшалықты тәрк еткен. Батыста Клеопатраны әйел біткеннің көріктісі санаса, шығыста Амрапали деген ғажап сұлу әйел болған екен. Ол Гаутама Будданың замандасы болыпты. Сұлу болғаны сонша сарайының жанында үнемі алтын пәуескелер толып тұрады екен. Патшалардың өзі оны бір көруге кезекке тұрған Амрапали жезөкше болған. Бірақ өте бай жезөкше екен. Бір патшалықты тұтас сатып алуға дәулеті жететінміз. Сұлу болғанмен жаны дертлі екен. Жүрегі махаббатты аңсайды. Еркек әйелдің тәнін сатып алғанда әйел ұнатқандай қалып жасайды. Қанша дегенмен ақысын төледі, ал жан жүрегімен сол еркекті жек көріп тұрады. Себебі мұндай еркек үшін әйел тек тауар сатып алды, бітті, адам деп қарамайды. Бұл кім үшін болса да қайғы. Сені адам емес, бұйым ғұрлы көрмегені жанына батады. Ондай кезде адамның ар ожданы жылайды, даралығы жоғалады. Жас монах қалаға қайыр тілеуге келеді. Ойында дым жоқ, алтын пәуескелер мен кілең сәйгүліктердің ортасымен жүріп келе жатты. Қатты таңғалды. Мұна сарай кімдікі деп сұрайды. Ол жоғары қарағанда сол сәт Амрапали терезеден төменге қарап тұр екен. Жігітті көріп, жүрегі дір етті. Жас жігіт оны көріп, иіліп сәлем береді. Мұндай сұлулықты күтіп баптау керек. Жай қолдана беруге болмайды. Құдіретті Құдайдың берген сыйын бағалау қажет, тек ренжітуге болмас. Жас жігіт иіліп сәлем бергенде Амрапалидің жүрегінде бір толқын көтеріледі. Өмірінде бірінші рет бөтен жан оған құрметпен адам сияқты қарады. Ол дереу жүгіріп түсіп монахтың аяғына жығылады. Бүгін еш қайда бармаңыз, менің қонағым болыңыз деді жалынып. Жас жігіт, қадірлім, мен қайыршымын ғой, мына керемет сарайыңда қаншама патшалар сенімен кездесуге зар боп отыр. Менің барғаным орынсыз болар. Амрапали, ұмытшы патшаларды. Мен оларды жек көремін. Мен өз еркіммен бірінші рет үйіме қонақ шақырып тұрмын. Сондықтан маған жоқ демегін. Мені патшалар мен қағандар мыңдаған рет шақырған. Ал мен ешкімді шақырған емеспін. Мені ренжітпе. Менің тұңғыш қонағым бол. Менімен бірге тамақтанып шық деп жалынады. Монах келіседі. Оның соңынан ілесіп келе жатқан көп монахтар бар еді. Көбіне Будданың соңынан 10 мыңдаған монахтар еріп жүретін. Олар өз көздеріне өздері сенбеді. Жас жігіт солардың көзінше жезөкшенің үйіне кіріп кетті. Олар қызғаныш білдіріп, Гаутама Буддаға ренжіп келіп, мән жайды баяндайды. Бұл адамды біздің ортамыздан қуу керек. Ол тәртіпті бұзды. Ол жезөкшеге иіліп сәлем берді. Оның сарайына кіріп тамақтанды депті. Будда қайтып келерін күтелік дейді. Амрапали бірінші рет өз қолымен тамақ жасап монахқа ұсынады. Көзіне жас алып тұрып, саған бір өтінішім бар дейді. Жас монах, өзімнен басқа дымым жоқ. Қалағаның менің ырқымдағы дүние болса, бәрінде орындайын дейді. Ештеңе де қажет емес. 2-3 күнде жаңбыр маусымы басталмақ дейді. Будда монахтарының жаңбыр маусымында 4 айға бір жерде тұрақтайтын салты болған. Қалған 8 ай көшіп қонып жүре беретін. Алайда жаңбыр кезінде бір жерді мекендеп, жаңбырдан сақтанатын. Амрапали, жаңбыр маусымы келе жатыр. Сен сол 4 ай бойы менің сарайымда қалсаң жақсы болар еді. Сенен ештеңе сұрамаймын, мазаңды алмаймын. Бәрін саған ыңғайлы етемін дейді. Жас жігіт, мен ұстазымнан рұқсат сұрауым керек. Егер ол рұқсат етсе, қалайын. Ол рұқсат етпесе, онда мені кешіргін. Мұнда қалу қалмау менің қолымдағы іс емес. Менің тағдырымды ұстазым шешеді дейді. Ол қайтып келеді. Басқалар оған ренжіп, сөгіп жатты. Гаутама Будда оны қалай жазалайды деп күтті. Будда одан не болды деп сұрайды. Бәрін өзің айтып бер. Ол ештеңе жасырмастан айтып береді. Оның үстіне Амрапали ол жезөкше деген сөзді қолданбады. Бұлай десе, адамның намысына тигені болар еді. Осы сөзбен ақ әйелге айып тағылды. Тәнін сатып, махаббатын тауар қып сатып,
күн көргені үшін айыпталды. Ақшасы бардың бәрі сол махаббатты сатып алды. Амрапали мені жаңбыр маусымынан өз сарайында өткізуге шақырды. Егер ұстазым рұқсат етсе, келемін дедім. Басқасы маңызды емес. Мүлгіген тыныштық орнайды. 10,000 монах демдерін іштеріне алды. Гаутама Будда оған Амрапалидің сарайында қалуға рұқсат деді. Мұндай шешімді ешкім күтпеген еді. Олар біз не істедік деп таң қалысты. Әйел Гаутама Будданың алдына иіліп, аяғына жығылады. 10,000 монах таң қалысты. Будда оларға бұл 4 ай бәрің үшін өте ауыр өтті. Сендердің қатты қайғырғандарыңды білемін. Күн сайын саналарың монах пен Амрапали арасында не боп жатыр деп не бір құйтырғыны ойлап шаршады. Ол әйелге ғашық болып, рухани құлдырап кетті деп қорықтыңдар. 4 ай өтер, жаңбыр қояр, бірақ ол оралмайды. Мұндай абыройсыздықтан соң қайтып келмек дестіңдер. Алайда бүгін көздерің жетті. Санасы сау адам жезөкшенің үйіне енсе, жезөкше өзгермек. Санасы сау адам емес. Жоғары сана енгенде төмен сана трансформацияланады. Жоғары сана төменге түсіп кете алмайды дейді ол. Оның аты Амрапали. Мағынасы оның өте үлкен манго бақшасы бар еді. Шамамен 100 шаршы болған шығар. Ол сонысын Гаутама Буддаға сыйлады. Манго бақшасы өте әдемі жер еді. Амрапали қолындағы сарайын, бүкіл дәулетін Будданың ілімін таратуға жұмсайды. Будда өз қауымына, егер жезөкшенің қасында отыруға қорықсаң, бұл қорқыныштың жезөкшеге түк қатысы жоқ. Бұл сенің бейсанаңнан туған қорқыныш. Себебі өз құмарлығыңды күшпен басып отырсың. Егер жаның да, санаң да таза болса, айыптау әдеті жоғалады дейді. Сондықтан рухани сауыққан адам жақсы, жаман деп бөлмейді, ал бала жақсы мен жаманды танымайды, тәжірибесі жоқ. Рухани сауыққан адам қайта баланың кейпіне түседі, надандыққа түспейді, пәктікке қол жеткізеді. Қартайғанның бәрі рухани сауыққан адам емес. Егер өмірді дұрыс сүрсеңіз, ұқыптылықпен, сергектікпен, қуанышпен, жан тыныштықпен, түсіністікпен, сіз тек қартаймайсыз, сіз рухани өсесіз. Бұл екеуі екі түрлі үдеріс. Жұрттың бәрі қартаяды, бірақ әр адам рухани өсе бермес. Рухани өсу феномен. Қартаю тәни тәртіп. Тән қартаяды, санаңыз артта қала береді. Егер сана өссе, айырмашылықты ескерерсіз. Сана қартаяды дей алмаймыз. Ол еш қашан қартаймайды. Ол тек өсе береді, өсе береді. Жоғары көтеріле бермек. Ол әр қашан жас, таза болып қала береді. Рауанда батқан таңдағы лотостың жапырағындағы таңғы шық сияқты жарқырай бермек. Ошо аударған Шынар Әбілда.